Өнер білім бар жұрттар тастан сарай салғызда. Айшылық алыс шерлерден көзінді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызда. Аты жоқ құр арбаны 1000 шақырым жерлерге күн жарымда барғызда. Адамды құстай ұшырды, мал істейтін жұмысты отпен суға түсірді. Отынсыз тамақ пісірді, сусыздан сусын ішірді, теңізде жүзді балықтай, дүниені кезді жалықпай. Білгендерге осылар бәрі да қанықтай, білмегенге танықтай, бізде бекер жатпалық осыларға таныспай. Ат өнері білінбес, бәйгеге түсіп жарыспай, желкілдеп шыққан көк шөптей, жаңөспірім достарым, қатарың кетті алысқай. Ұмтылыңыз қалыспай, біз надан боп өсірдік, ектегі сақалды, өнер, жігіт көркі деп, ескермедік мақалда. Біз болмасақ, сіз барсыз, үміт өткен достарым, сіздерге бердім батамды. Балғожа бидің баласына жазған хаты. Үміт еткен көзімнің нұр балам, жаныңа жәрдем берсін Құдай тағалам. Атаң мұнда, анаңмен есен аман, сүйіп сәлем жазады бүгін саған. Атаңды сағындым деп асығарсың, сабаққа көңіл берсең, басыларсың. Ата-анаңды өнер білсең, асырарсың, надан боп білмей қалсаң, ах ұрарсың. Шырағым, мұнда жүрсең, нетер едің? Қолыңа құрық алып кетер едің. Тентіреп екі ауылдың арасында, жүргенмен не мұратқа жетер едің? Бұл кім? Бала, бала, бала деп, түнде шошып оянған, түн ұйқысын 4 бөліп, түнде бесік таянған. Аялы қолда талпынтқан, қаймақты сүттей қалқытқан, суық болса жүргіген, қорғасын оқтай балқытқан. Айналасына ас қойып, изені көлдей шалқытқан, қолын қатты тигізбей, кірлі көйлек кигізбей, исін жұпар аңқытқан. Қайырымды түлкі. Бір мерген босша құсты атып алып, қоймады өлтіріп ақ жалғыз жанды. Басында бір ағаштың 3 баласы, шырылдап ұясында жетім қалды. Ана жоқ, таситұғын тамақ жемді, күн көрер бейшаралар қайтып енді. Шулаған балапанның даусын естіп, сөз сөйлеп аянышты түлкі келді. Алда сорлы мүсәпір балаларай, жасынан өлген екен аналарай. Көбілік, шыбын аулап күн көретін, жоқ екен бейшаралар, шамаларай. Ай құстар тыңдаңыздар, құлақ салып, кезекпен жем тасыңдар ұшып барып. Асырау бұл үшеуін емес қиын, ертіңдер, аз күн ғайыр бөліп жарып. Көкек құс жүнің төлеп жүр ғой бекері, азырақ жетім үшін жұлсақ нетері. Қайырдың бұл дүниеде жетім кеткен, басқеш сауабына барма жетері. Бостырғай, қарап тұрма сен де текке, жүрсің ғой, бекер шарлап ұшып көкті, далада тоғайлардан тамақ ізде, бұлардың үшеуіне көп керек пе? Сар мойын, ер жетті ғой балаларың, бәледен Құдай сақтар бірер жарым. Бұлардың күндіз түні жанында бол, жоқтатпа пақырлардың аналарын. Қарлығаш, сен келтірсең маса, шыбын, бұларға ода қорек болар тығын. Осындай жұрт жабылған сауап іске, ұят қой кіріспеске жарықтығым. Сандуғаш не қылайын, сені қайрап, қоярсың оқтын өзің сайрап. Көңілің біраз ғана көтермекке, зарлының жетім қалған соры қайнап. Достарым, осындай бір іс істелік, жастарды жетім қылған кісетелік.
ізгілер орманда да бар екенін осындай сауап іспен көрсетелік. Тұрғанда түлкі сөйлеп сауап жолды, риза боп естігеннің көңілі толды. Аштыққа шыдай алмай үш балапан ағаштан төмен жерге түсіп қонды. Жұрт жинап, жақсы кеңес қылған түлкі, зарланып жетімдаяп тұрған түлкі, аузына үшеуінде қағып салды, өз екен нағыз құдай тұрған түлкі. Талаптың пайдасы. Петр Великий деген осы күнгі ақ патшамыздың бабасы бір күні шіркеуде тұрғанда көп адамның артқы жағында үңіліп патшаға қарап, бөркімен қалқалап қана бір нәрсені сызып тұрған балаға көзі түседі. Мұнымен бөтен кісінің ісі жоқ. Жалғыз-ақ ақылы кемел патша сол бала екеш балаға көзін салып тұрған екен. Тілек болған соң, жұрт екі жарылып патшаға жол беріпті. Сонда патша тұп-тура манағы балаға барды. Бала қолындағы сызумен болып тұрып, тіпті патшаның қасына келгенінде байқамай қалыпты. Сонда жұмсақ шыраймен патша сұрады: «Не қылып тұрсың?» «Сенің жүзіңді жазып алайын деп ем». «Оны не қылмақсың?» «Даңқың, дабылың жер жүзіне жайылған патшам. Сенің суретіңді сызып алып, өміріме шейін бойымда сақтайын деп ем». «Қане, көрсетші сызғаныңды». Сол уақытқа шейін қорықпай жауап беріп тұрған бала: «Сызғаныңды көрсет дегенде қысылайын депті». Сөйтсе де, сызған қағазын әдеппен патшаның қолына берді. Қараса, сурет реуішті демес. Әйтеуір өз білімінше сызған сызық. Бала ол күнде сурет салуды қайдан білсін? Солай да болса, әлемге ақылы жеткен патша баланың талапты, зерек екенін аңғарып, оқуға бергізіп, ақырында сол бала бүкіл орыс жұртына даңқы шыққан Матвеев деген суретші болған екен. Әке мен бала. Бір адам 10 жасар баласын ертіп, егіннен жаяу келе жатса, жолда қалған аттың бір ескі тағасын көріп, баласына айтты: «Анау тағаны, балам, ала жүр». Бала әкесіне: «Ой, әке, сынып қалған ескі тағаны алып не қылайын?» деді. Әкесі үндемеді. Тағаны өзі иіліп алды да жүре берді. Қаланың шетінде темірші ұсталар бар екен. Соған жеткен соң, әкесі қайырылып, манағы тағаны соларға 3 тиынға сатты. Одан біраз жер өткен соң, шие сатып отырғандардан ол 3 тиынға бір талай шие сатып алды. Сонымен шиені орамалына түйіп, шетінен өзі бірем алып жеп, баласына қарамай аяңдап жүре берді. Біраз жер өткен соң, әкесінің қолынан бір шие жерге түседі. Артында келе жатқан бала да тымақ қызығып келеді екен. Жерге түскен шиені жалма-жан жерден алып аузына салды. Бітігенеден соң, және бір шие, одан біраз өткен соң, тағы бір шие, сонымен әр жерде бір әкесінің қолынан түскен шиені 10 шақты рет иіліп, жерден алып жеді. Ең соңында баласына шиені орамалмен беріп тұрып айтты: «Көрдің бе, балам, мана тағаны жамансынып, жерден бір ғана иіліп көтеріп алуға еріндің. Енді сол тағаға алған шиенің жерге түскенін аламын деп, бір еңкеюдің орнына 10 еңкейдің. Бұдан былай есіңде болсын. Аз жұмысты қиынсынсаң, көп жұмысқа тап боласың. Азға қанағат ете білмесең, көптен де құры боласың», деді. Асыл шөп. Зылиха мен Бәтима деген біреудің қызметінде тұрған 2 қыз бала төбесіне бір жәшік жеміс көтеріп, қалаға келе жатыптымыз. Зылиха ақылап, ухлеп шаршадым деп, Бәтима күліп, әзілдесіп келе жатады. Сонда Зылиха айтты:
Сен неге мәз болып қуанып келесің? Төбеңдегі жәшіктің ауырлығы да менің басымдағыдан кем емес. Өзің де менен күшті емессің. Мен жәшігім ішіне ауырды жеңілдететін бір шөп салдым, деді Бәтима. Ай, ондай болса шөбіңнің атын айтшы. Мен де ауырымды жеңілтейін, деді Зылиха. Ол шөп сенің қолыңа түспей ме деп қорқам. Аты сабыр деген, деді. Бақша ағаштары. Жаздың әдемі бір күнінде таңертең бір төрі өзінің баласымен бақшаға барып, екеуі де егілген ағаштары мен гүл жапырақтарын көріп жүрді. Мынау ағаш неліктен тіп-тік, ана біреу неге қисық біткен, деп сұрат баласы. Оның себебі, балам, анау ағашты бағу-қағумен өсірген, қисық бұтақтары болса кесіп, ал мынау ағаш бағусыз, өз шығу қалыбымен өскен, деді атасы. Олай болса, бағу-қағуда көп мағына бар екен ғой, деді баласы. Бағу-қағуда көп мағына барында шек жоқ, шырағым. Бұдан сен де өзіңе әбірет алсаң болады. Сен жас ағашсың. Саған да күтім керек. Мен сенің қате істеріңді түзеп, пайдалы іске үйретсем, сен менің айтқанымды ұғып, орнына келтірсең, жақсы түзік кісі болып өсерсің. Бағусыз бетмен кетсең, сен де анау қисық біткен ағаштай қисық өсерсің, деді. Бір уыс мақта. Бір кішкентай қыз әкесінің шапанын жамап отыр екен. Шешесі қасына отырып ақыл айтты. Балам, дүниедегі жаратылған жәндік жансыздардың ешқайсының да керексіз болып, жерде қалатыны болмайды. Сол сөзді айтып отырғанда қыз бала киімін жамап болып, жердегі мақтаның қиқымын терезеден лақтырып далаға тастады. Әже, осы қиқымның еш нәрсеге керегі бола қалмас, деп. Шешесі, балам, сол да жерде қалмайды, деді. Осылайша сөйлесіп, терезеден қарап отырса, манағы мақтаны жел көтеріп ұшырды. Мұны бір торғай көріп, қуып барып, мақтаны тұмсығына тістеп қана алып, ұшып кетті. Қыз әжесінен манағы мақтаның қиқымын бір торғай алып кетті. Оны не қылады, деп сұрады. Әжесі айтты. Көрдің бе, күн айналмай манағы айтқан сөздің келгенін. Ол кішкентай мақтаны торғай ұясына төсеп, жас балапандарына мамық етеді, деді. Алтын шеттеуік. Бір үлкен мейрам алдында әкесі балаларын қуанту үшін үйіне әр түрлі жеміс алып келді. Леночка деген кіші қызы сол келтірген көп жемістің ішінде сырты алтындаған шеттеуіктерге қызығып, соны маған бер деп қоймайды. Шешесі айтты, бұл шеттеуіктер тек әдемілікке істелген. Мыналарды ал, деп. Бөтендерін беріп еді. Леночка жылай бастады. Мен қара шеттеуікті алмайым. Алтын тастысын алам. Оның ішіндегі дәні де тәтті шығар, деп. Шешесі тіл алмайтын қисық баланың дегенін істегеннен артығы жоқ екенін ойлап, Леночкаға алтын тастыларын, бөтен балаларына бөтен шеттеуіктерді таратып берді. Леночка қуанып, шеттеуіктерін дереу шаға бастады. Қараса, бәрінің де ішінде дәні жоқ, бос қабықтар екен. Мұны көріп, қасындағы балалар мазақтап күле бастады. Сонда атасы айтты. Бұл шеттеуіктер жеу үшін істелген емес, тек көзге әдемі көріну үшін қойылған. Мен шеттеуіктердің бос қабығын алып, сыртын күміспен бояп қана қойып ем. Екінші рет не нәрсенің де құр сыртына қарап қызықпа. Асылы ішінде болар, балам, деді. Шеше мен бала. Шешесі қыз баласынан сұрады.
берген ақшамды қайда қойдың? Бала: біреуге бердім. Шешесі: кімге? Бала: бір тентек балаға бердім. Шешесі: бұдан былай тентек болма деп берген шығарсың. Бала: рас, әже, екінші рет тентек болма дедім. Құста Құдайдың жәндігі ғой, әже. Шешесі: бізде, құста, бөтен жан жануардың бәрі де Құдайдың жаратқан жәндігіміз. Бала: әлгі бала Құдай тағаланың жаратқан кішкентай құсын ұстап алып, сатайын деп жүр екен. Құс кісі аярлық болып шиқылдап тұрды. Сонда алып жүрген бала тұмсығын қыса береді. Бейшара құстың дауысын Құдай тағала естеді деп қорыққан шығар дейм. Шешесі: онда сен не қылдың? Бала: мен балаға ақша беріп сатып алып, құсты ұшырып қоя бердім. Менің бұл ісім сауап емес пе? Шешесі: иә, әрине, сауап. Бейшараларға қайырымды болғаның. Бала: ол бала кім білет, кемтарлықтан құсты сатуға жүрген-ау. Шешесі: иә, мен де солай ойлаймын. Сонда сөйлеп отырған бала сіңілісіне қарап: мана ақшамның бәрін бергенім жақсы болған екен, деді. Сіңілісі шешесіне қарап: апаммен екеуміз мана бәстесіп ек. Ол балаға апам құсыңның бәсі не деп те сұрамай, ақшасының бәрін берді. Мен айттым: құстың бәсі не деп сұрау керек еді деп. Қайсымыздікі дұрыс? Шешесі үлкен қызына қарап айтты: сенің де бұл істеген ісіңді дұрыс деймін. Егер тағы бір манағыдай бала жолықса, ақшаңның бәрін бастапқы балаға беріп қойдың. Соңғыға не берер едің? Үлкен қызы: онда мен тағы да саған келерем. Шешесі: егер менде де мал, ақша болмаса қайтер едің? Бала: онда деп не дерін білмей қалды. Шешесі: көбірек жақсылық етуге шамам келсін десең, әр нәрсеге күтімді болу керек. Құстың бәсін сұрап, кімге бермеймін десе, сонда ақшаңның бәрін беру керек еді. Ол құстың өзі не құс екен? Баласы: мен сұрағанымда жоқ. Әже, өзің айтушы емес пең? Жақсылық еткен жаныңның атын сұрама деп. Шешесі күліп: солай шырағым, деді. Баласы: әже, сен көрсең ет, құсты қоя бергенімде әуелі қуанғаннан тіпті шалмады. Содан соң құсты сатқан баладан уәде алдым, екінші рет ұстама деп. Шешесі: қызым, жақсы іс істепсің. Мінекей саған тағы да теңге. Қызы: Алла разы болсын, әже. Шешесі: шырағым, қызым, әрдайым осындай рақымды бол. Саған мұның үшін Құдай рақым етер, деді. Аурудан аяған күштірек. Сейіт орам үстінде жүгіріп бара жатқанда, бір арбалы келіп, аңдаусыз соғып кетіп, аяғын сындырыпты. Ойбайлап жылап жатқан баланы көріп шошынғаннан шешесі есінен танып қалыпты. Мұны көрген соң Сейіт жыламақ түгіл, сынған аяғын орнына салып таңып жатқанда дыбысын шығармай, қабағында шытпай жатты. Сонда сынықшы кісі: аяғың ауырмай ма? Қабағыңды да шытпайсың, деп сұрады. Сейіт шешесі шығып кеткен соң демін алып сынықшыға сыбырлап айтты, дейді: ауырмақ түгіл жаным көзіме көрініп тұр. Бірақ менің жанымның қиналғанын көрсе, әжем де қиналып, жүдемесін деп шыдап жатырмын, деді. Мейірімді бала. Қытай жұртында ескі заң бар. Біреуді алдағандығы мойнына түскен кісінің қолын кесетұғын. Бір төре осындай іспен күнәлі болып, әлгі айтылған жазаны беруге тұрғанда, күнәлі төренің жас қыз баласы әкем үшін жауап берем деп мәлім болды. Қызды патшаға алып келісті. Тақсыр патшам, деді қыз.
Менің әкем жазаға лайық болғаны рас. Соның үшін қолынан айырылу керек болды. Мінекей тақсыр, әкемнің қолы, деп өзінің қолын көтерді. Бұл қолда менің жазықты болған атамның қолы. Бірақ мұнымен бала шағаларын асырауға шамасы келмейді. Бұйырыңыз тақсыр, осы нашар қолын кесіп, жұмысқа жарап бала шағаларын асырайтын қолын атама қалдыруға. Патша баланың мұнша атасына мейірімділігіне рақымы келіп, төренің күнәсін кешті дейді. Палкан деген ит. Біз оқып жүрген шағымызда ұстазымыздың қорасында бір Палкан деген зор ит бар еді. Терезеден қарап тұрғанымызда әлгі Палканға бір кішкентай канден ит келіп, өршеленіп үріп, аяғын тістеп, үстіне секіріп тисе бастады. Сонда мен тұрып айттым: «Тоқта канденім, ойнақтағаныңды қоймасаң, Палкан сазайыңды берер». Біраз қарап тұрсақ та, кішкентай канденнің ойнақтағанына, тістегеніне Палкан ашуланып қозғалмады. Түрегелсем, арт жағымда ұстазымыз келіп, менің әлгі сөзімді естіп тұр екен. Маған қарап айтты: «Көрдің бе? Анау Палканның сенен гөрі көңілі жұмсағырақ. Сен өзіңнен кіші балаларменен ойнасаң, ақырында біреуін жылатасың, немесе ренжітесің. Палкан ит те болса, өзінен кіші әлсіздерді ренжітуді ұятсынып, канденге тимей тұр» деді. Тышқанның өсиеті. Тышқан баласына оңашада үйретіпті: адам деген мықты жауымыз бар. Ағаштан қақпан құрып, үстіне ғана май байлап қояды. Соны жеймін деп барсаң, қақпан ұстап алады. Балам, соған жолай көрме деп. Бір күні әлгі баласы ойнап жүріп, майдың иісі шыққан соң, не қылып қойған екен деп, қасына жоламай, алыстан сығалап қана қараса, шешесінің айтқан қалыбынша қақпан үстінде майымен тұр екен. Ойлады: қараш, адамның ақылсыздығын. Ағаштан қақпан ғана істеп, үстіне май байлап, бізді қызықсын деп қойғанын. Біз сол қулыққа бола қоямыз ба деп, олай-бұлай одыраңдап жүгіріп жүртте айтты. Сөйтсе де, ай, май құрғырдың иісінің жақсысынай, жемесем де биттей ғана жақындап искеуге болады ғой деп. Бірте-бірте жақындай бара жатқанда, қақпан тарс етіп тышқанды жаншып алды.